Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында пряник жасаудың рецептімен бөлісемін. Жұмсақ болып шығады, жақсы көтеріледі. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен ыдысымызға 9 ас қасық қантымызды және де 4 ас қасық ұнымызды салып, үстіне қайнап тұрған ыстық сүтімізді құямыз. Сүтіміз ыстық болуы тиіс. Жақсылап араластырамыз. Кішкене комочка болады. Кетіріп араластырамыз. Аз-маз қалса ештеңе етпейді. Қамыр илегенде кетіп қалады. Ыдысымызға 500 грамм ұнымызды салып аламыз. 24 грамм қопсытқышымызды қосып, бір жұмыртқа және де бір жұмыртқаның сарысын, 4 ас қасық сұйық майымызды қосамыз және де жаңағы дайындап алған сұйықтығымызды 2-ге бөле отырып қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды толықтай біріктіріп алғаннан кейін қолымызды кішкене майлап, осылай қайтарып бір тегіс болғанша илеп шығамыз. Қамырымызды илеп алғаннан кейін бетін жауып, жарты сағат 20 минутқа қоя тұрамыз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін описаниеге жазып кетемін. 20 минуттан кейін алып, қамырымызды осылай қатты жұқа немесе қатты қалың етпей жайып аламыз. Дөңгелекше етіп кесеміз немесе қолымыздың көмегімен дөңгелекше форма жасаймыз. Майланған табамызға орналастырып, 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Бізде пісіп шықты. Енді бір жұмыртқаның ақуызымен 100 грамм сахарная пудра қосып, жақсылап араластырып, пряниктердің бетіне жағып шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, каналға жазылыңыздар.